Сәлем баршаға. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видео мұнаса тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен бүгін дайындайтын тамағымыз жарты сағатта дайын болатын, дәмі тіл үйіретін буға піскен балық. Ол үшін бізге керекті заттар: балық, болгарский, қызанақ, чеснок, лимон, ащы бұрыш, безендіруге салат жапырағы, петрушка, укроп және дәміне қарай бізде тұз, қара бұрыш. Енді біз балықты керекті формада бөліп аламыз. Бізде яғни 4 см көлемінде болу керек. Балығымызды кесіп дайындап алдық. Енді бізде болгарский. Дәміне қарай мен жарты ғана қосам. Әдемі шығу үшін екі тұсын таңдап алдым. Сіздер өздеріңіз қалағаныңыз бойынша істесеңіздер болады. Екі қызанақ жетеді. Бағдатымызды толап дайындадық. Енді бізді қазанымызға, яғни күріш пісіретін қазанымызды дайындап аламыз. Күріш пісіретін қазанды мен кисточкамен, яғни кішкене ғана май сүремін. Өсімдік майы. Май көп болмау керек. Балығымыз жабыспау үшін ғана. Енді затымызды рет-ретімен қойып шығамыз. Енді осыған ортасына бір бірден араластырып, әр қатарына араластырып қойып шығамыз. Тұздан кішкене и қара бұрыштан. Өстіп қатарына қойып шығамыз. Барлығын осындай рет-ретімен салып алдық. Енді әр қабатындары кішкентай тұз, кішкентай қара бұрыш қосып кеттім. Енді соңғы бөлігінде көбірек қосам. Қара бұрышты кішкентай қосам. Және өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мен ащы бұрыш қосқанды ұнатам. Барлығын салып болдық. Енді бізге бір шай кесек, яғни бір пиала су, қайнаған су. Одан артық болмау керек, қыздар. Себебі бізде лимон, қызанақтың суы шығады. Ал енді жабамыз және күріш пісу уақыты, яғни 35 минутқа қояды. Тамағымыз дайын болды. Мен безендіруге арналған көкөністерді бөліп алдым. Енді міне бізде барлығымызда, яғни күріш пісіретін қазан жоқ. Сондықтан өзіміздің үйде істетіп жүрген қазанымызға дәл осылай қатар-қатарымен қойып, салып, тарелкамызға салып аламыз. Тамағымызды салып алдық. Енді
өз қалауларыңыз бойынша безендіресіздер. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Баршаңызға